Бәріне сәлем. Бүгін сіздермен өте құнарлы салат дайындайтын боламыз. Яғни құнарландырып тұрған құрамындағы үрме бұршақ, яғни фасоль. Осы кішкентай ғана үрме бұршақтың бойында 5 түрлі витамин және де микро-макро элементтер кездеседі. Бізге керектері консервіленген жүгері және фасоль, одан кейін қара нанның сухаригі, майонез, тұз, бұрыш, чеснок, одан кейін ақ желкен керек. Олай болса кеттік. Жасалуы өте оңай. Шын айтам, салат для ленивых десек артық етпес. Осылай жүгерімізбен фасолімізді саламыз. Менде фасоль қолдан пісірілген, яғни консервіленген түрі емес, бірақ сіздер консервіленген түрін қолдансаңыздар да болады. Одан кейін ақ желкен. Ақ желкенді ұнатпайтындар үшін бұл міндетті емес, бірақ қоссаңыздар дәмі әрине ерекшеленеді. Біздің үйде барлығы ақ желкенді жақсы көреді. Сондықтан көбірек салатын боламын. Келесі кезекте оливковое масломызды құятын боламыз. Көп емес, әрине 1,5 ложка салдым мен. Одан кейін чеснок. Чеснокты өте майда қылып турайтын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз бен бұрыш. Одан кейін майонез. Майонезді ұнатпайтындар бар. Егер майонез ұнамайды десеңіз, онда тек маймен араластырып қоя салсаңыз болады, бірақ сонда да дәмі кірмейді. Осылай барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Тура қонақтардың алдына беретін кезде, дастарханға салатын кезде осындай сухаригін салатын боламыз. Қытырлақ әдемі болатын болады. Біздің салатымыз дайын. Айттым ғой жаңа, өте оңай деп. Оңай әрі тез дайындалуына қарамастан пайдасы да өте көп. Міндетті түрде үйдегілерге, келген қонақтарыңызға дайындап беріңіз. Дәмі керемет, супер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздермен болған Анеля, міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы.